Asil Style Breakfast kanalına hoş geldinizler. Bugün sizlerдің назарларыңызға қамыр өте жұқа, салмасы көп, өзі қытырлақ, дәмі керемет, естен шықпайтын порциондық бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Бүгінгі рецепт үшін мен дайын қамырды қолдандым. Бұл фила қамыр деп аталады, өте жұмсақ қамыр. Негізі бұл қамыр бүкіл үлкен супермаркеттерде сатылады. Дей тұрғанмен, егер де сіз бұл қамырды таба алмасаңыз, міндетті түрде маған комментарийға жазып өтіңіздер. Келесі видеоны мен сіздерге арнайы қолдан ашып жаятын қамырдың рецептін қолданып дайындалатын бәлішпен бөлісетін боламын. Бәліштің қытырлақ болып шығуы осы өзінің арнайы соусына байланысты. Бұл соусын ең бірінші қадамымызбен бастаймыз. Сүтке сары май еріп суытылған, күнбағыс майын және де ұнды қосып, жақсылап бірыңғай масса болғанға дейін араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін тұзды да қосуды ұмытпаңыз. Соусымыз дайын. Соусты дайындап болғаннан кейін салмасына кірісеміз. Салмасы үшін мен бұл жолы брынза мен шпинатты қолдандым. Бірақ әдеттегідей әрине сіз өзіңіздің қалаған салманы қолдансаңыз болады. Яғни тек қана брынза қолдансаңыз болады, немесе картоп пюресін қолдансаңыз болады, немесе жемістер, көкөністердің қоспасын алсаңыз болады. Яғни әрине ол сіздің өзіңіздің қалауыңызға байланысты және де өзіңіздің бұл асты ұсынатын адамдарыңыздың қалауларына да байланысты. Брынза мен шпинатты араластырғаннан кейін кішігірім күнбағыс майын қосып, шпинатқа зақым келмейтіндей жаймендеп араластырамыз. Себебі шпинатпен көп жұмыс істеген кезде шпинат суын шығара бастайды. Ол болмау үшін шаңышқының көмегімен, екі шаңышқаның көмегімен жақсылап араластырып, объемын, көлемін басып алмайтындай дайындаңыз. Кезек қамырға да жетті. Алдында айтып өткендей, бүгін мен фила қамырын қолданамын. Бұл өте жұқа қамыр, яғни сіз бұл қамырды көтерсеңіз, ол қамырдың артында не тұрғанын байқайтындай қамыр. Яғни бұны арнайы аппаратта осындай бір жұқалықта жайып сатылатын қамыр. Бір бәліш үшін бізге 2 дана қажет болады осы қамырдан. Бірақ ең бірінші данасын аламыз, оны ортасынан бүктейміз және де соусын, яғни жақсылап бәр жеріне жететіндей жағамыз. Кисточкамен қамырды, яғни қамырға зақым келмейтіндей, жыртып алмайтындай жаймендеп жағып шығамыз. Соусын жағып болғаннан кейін екінші данасын алып қамырдың, екіде ортасынан бүктеп, үстінен жаямыз. Процесті қайталаймыз, яғни соусымызды қайта жағамыз. Әрбір бөлігіне жететіндей жағамыз. Содан кейін дайындаған салмамызды орналастырамыз. Мен бәліштерде салманы көп болған ұнатамын, сондықтан молынан салдым. Сіз де өзіңіздің қалауыңызға қарай салманы орналастырсаңыз болады. Бірақ ең бастысы ұмытпайтын жағдай, қамырымыз өте жұқа, жыртып алуымыз мүмкін, соның себебі мұқият боламыз. Видеода көрсетілгендей орап, алдын ала дайындалған ыдысымызға орналастырып, екінші бәлішімізге көшеміз. Мен әрдайым бұл бәліш үшін фила қамырының 2 данасын қолданамын, бірақ осы видеоны түсіру барысында эксперимент жасайын деп тек қана 1 данасымен дайындап көрдім. Бірақ қамырдың жұқалықтығынан ол жыртылып қалды. Сол себептен егер де сіз экономить етемін деп 2 дана емес 1 данадан жасайын десеңіз, алдын ала ескерту жасаймын, қамырыңыз жыртылып кетеді. Қазір бұл видеода ол жоқ, піскен кезде көресіздер. Әрине ол піскеннен кейін де өз формасын ұстайды, жақсы болады, бірақ егер де келбетіне мән беретін болсаңыз, яғни қонақтарыңызға, жақындарыңызға сонда бір ресторандағыдай ұсыныс жасағыңыз келсеңіз, сонда 2 дана қолданып, түрін әдемі болуына мән беріңіздер. Орап аламыз, алдағы соусты жағып, процесті бәрін қайталағаннан кейін бір шетінен руло секілінде орай бастаймыз және де екінші шетін әкелеміз. Бұл жерде өздеріңіз байқап тұрғандай мен салманы өте көп салып жібердім. Сол себепті осы томпақ болып қалды. Бірақ өте әдемі сүйкімді. Алдында шыртылған бәлішті көріп тұрсыздар. Мен орналастырып жатқан бәліштің арғы жағында тұр. Піскеннен кейін де әдемі болып шығады, бірақ өздеріңіз байқап тұрғандай салмасы да көріңкіреп тұр. Сол себептен менің кеңесім 2 дана қолданыңыздар. Бір қораптан 4 дана бәліш шығарды. Бәліштің көлемі өте үлкен, яғни бір бәлішті 2 адам бөлісіп жейтіндей көлемде. Қалған соусымызды бәліштердің үстіне сеуіп, жағып шығасыздар. Ешбір жер құрғақ қалмайтындай, сол себептен соустың бәрін қолданыңыздар. Соустан кейін күнжет немесе қара тмин тұқымдарын сеуіп шығыңыздар, олар қосымша дәм қосады. Алдын ала 180 дәрежеге дейін қыздырылған пеште беттер жақсылап қызарғанға дейін пісіріңіздер.
Tada! Біздің керемет жеңіл, есесіне соңды керемет дәмді қытырлық бәліштеріміз дайын. Камерадан да бәліштердің қаншалықты қытырлық дәмді екен сезіп тұрсыздар деген үміттемін. Қазір бір бәлішті алып, сіздерге жақыннан кесіп көрсетемін. Достар, өздеріңіз тамашалап көргендей, бәліш өте тез жеңіл дайындалады. Сол себептен міндетті түрде бұл қамырды іздеп көріңіздер. Әрбір үлкен супермаркеттерде сатылады, бағасы да қолжетімді. Егер де таба алмаған жағдайда міндетті түрде маған комментарийге жазыңыздар. Мен сіздерге жаңа бір рецепт ойлап табуға сөз беремін. Кездескенше күн жақсы болғай. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.